Қайырлы күн тарих мектебінің тұрақты көрермені. Бүгін сізге каналымыз Оғыз мемлекеті туралы мәлімет ұсынады. Оғыз мемлекеті 9 ғасырдың аяғы мен 11 ғасырдың ортасында орталық және Орта Азияда өмір сүрген ерте орта ғасырлық мемлекет болып табылады. Алғашқы уақытта 6-7 ғасырларда батыс жетісу жерін мекендеген. Яғни оғыздар туралы алғашқы деректі жетісу өлкесінен бастаймыз. Батыс Қазақстан мен сыр бойына келгенге дейінгі оғыздардың атамекені Жетісуда болса, олардың алғашқы астанасы ескі Грузияның Жетісуда орналасуы тегін емес. 8 ғасырдың ортасында Сырдария бойына ығысуының себебі ол жерге қарлы қағанатының Жетісуда құрылуы әсер еткен болатын. Сырдария бойында кангар печенегтерден жеңілген соң батысқа қарай ығысады. Жалпы 9 ғасырдың басында олар қимақтармен біріге отырып, Сырдарияның төменгі ағысы мен олардың орта ағысының маңына иелік ете бастады. Оғыздардың тарихында тайпалық және рулық атаулар кездеседі. Олар бой, оба, көк деп аталады. Бой, оба, көк тайпалар мен руларының негізінде Оғыз мемлекеті құрылды деп аталайды. Сонымен бірге Оғыз мемлекеті өзінің аймағын ұрықтар мен аймақтарға бөліп басқарған. Бұл жердегі ұрық деп айтып отырғанымыз ол Оғыз руынан шыққан негізгі тұқымдар және немесе әулеттер деген сөз. Ал ел ол тайпалық одақтар. Оғыздардың территориясы 12 аймаққа бөлініп басқарылады. Жалпы олардың шыққан арғы тегі фин-угорлар немесе үнді европалық тайпалардан бастау алады. Оғыздардың тарихын айта келе жатқан кезде міндетті түрде уыз, садақтың оғы, өгіз деген сөздерді қатар естисіз. Ол оғыз сөзінің шығу тарихында айтылады. Уыз деп жаңа төлдеген сиырдан шығатын сүттің негізгі ең дәмдісін айтады. Садақтың оғы деп мергендігі мен олардың батылдығын сипаттайды және өгіз деп аталады. Өгіз сөзінен оғыз сөзі шығуы әбден мүмкін деп қазіргі күндегі тарихшылар байланыстырып жатады. Бірақ ол қаншалықты өгіз сөзімен байланысты екеніне нақты дерек жоқ. Оғыз мемлекетінің территориясы 9 ғасырдың аяғы мен 10 ғасырдың басында Сырдария аумағында құрылып, орталығы Янги кент болып есептелді. Енді аумағына назар аударайық. Жалпы территориясы батысында Хазарияға дейін, солтүстігінде Каспий маңына дейін, орталығы мен оңтүстік шығысында Қарақұм мен Қызылқұм аймағы анықталады. 10 ғасырда Сырдариядан Кавказға дейінгі аумақты Оғыз даласы деп атай бастайды. Ал тарих беттерінде Мафазат әл-Гуз деген сөз көп термин елестейді. Ол біздің тілімізде аударғанда Оғыздардың даласы деген мағынаны білдіреді. Орталығы Жаңа кент немесе Янги кент қаласы Сырдария өзенінің орта ағысында орналасқан. Қытай деректері Оғыздардың құрамында Баяндөр, Имур, Қайлар деген тайпалардың болғандығын да атап көрсетеді екен. Енді жазба деректердің негізіне көшетін болсақ, ең бірінші дерек Күлтегін жазуына назар аударылады. Күлтегін жазуында жерлеу рәсіміне байланысты Оғыз білге таңбашының баруы Оғыздардың көрнекті мемлекет дәрежеде болғандығын көрсетеді. Күлтегін жазуында былай деген сөз жазылады. 9 Оғыз халқы өзіме тән еді. Күлтегін бек Оғыздардың арасына кірді деп, шығыс түр қағанатымен жақсы қарым-қатынаста болғандығын көрсетеді.
Ал атақты тарихшы Махмуд Қашғари өзінің еңбектерінде оғыздар 24 тайпадан тұрады деп көрсетеді. Олардың негізгі мекені Жетісу, Ыстықкөл деп айтылған екен. Қазақ тарихының негізгі қайнар көзі Махмуд Қашғари болғандықтан біз осы жерден оғыздардың ата аймақ туған жері Жетісу, Ыстықкөл екеніне тағы да көз жеткіземіз. Ал саяхатшы Әл-Марвази олардың құрамында 12 тайпа болғандығын көрсетеді. Ол өзінің дерегінде былай деп айтады: 12 тайпа қосылып, халықтық дәрежеге жетті. Тайпалар бір-біріне қосылып, халықтық дәрежеге батаған мезгілі деп айтады. Яғни бұл жердегі матаған мезгілі дегеніміз қалыптасты деген мағынаны білдіреді. Ал Әл-Якуб болса, ол да өз оғыздардың мемлекеті болғандығы туралы жазба деректерінде берген. Ал Әл-Фақих болса, оғыздардың мемлекет болғандығы туралы еңбектерінде жазған ең алғашқы араб географы. Әл-Фақихтың, Якубтың, Марвазидің, Қашғаридың еңбектерін, сонымен бірге Қытай деректерін ескере отырып, Сырдарияның төменгі ағысында Жанкент, Жент, Жуара, Қарнақ, Сүткент, Фараб, Сығанақ, Сауран қалалары туралы болғандығын білеміз. Әсіресе қалаларды сипаттауды көп назар аударған Махмуд Қашғари болады. Ал оғыздардың кәсібі туралы Әл-Жахиз жазады. Әл-Жахиздің сипаттауы бойынша түріктер қолөнердің барлық түрін істейді. Қару, жебе, ертұрман, қорамсақ, найза да жасап алады деп сипаттаған екен. Ал араб географы Әл-Идриси оғыздар мен қимақтар туралы ондағы шеберлер темірден ғажайып әдемі бұйымдар жасайды деп жазып кеткен екен. Енді оғыз мемлекеті туралы айтылғандықтан міндетті түрде біз олардың қоғамдық құрылысына тоқталамыз. Оғыздар алдыңғы өзінің мемлекеттері сияқты олардың да қоғамдық құрылысы әскери демократиядан тұрады. Әскери демократия деген сөзіміз жалпы әйел адам мен ер азаматтың билігі теңдеседі және соғыс қаупі туғанда бірге шығады деген сөз. Кез келген мәселе ортақ құрылтайларда шешіледі деген сөз. Жаңа жоғарыда айтылып кеткендей, әскери демократия жабғу басқарады жоғарғы билеушісі, Инал тақ мұрагері басқарады. Атабек жабғудың мұрагерін тәрбиелеуші, Күлеркіндер жабғудың кеңесшілері. Сеубашы әскер басының лауазымы болса, қатын немесе хатун сарай өмірінде маңызды жабғу әйелдерінің атағы болылады. Осындай ұлы және кіші құрылтайлар кезінде мемлекетті басқарудың жоғарғы органы ретінде талданып, ол жерде бозоқтар мен үш-оқтар жан-жақтарына отырғызылып, мемлекеттің мәселесі шешілген. Енді мемлекетіміздегі ең қызық тақырып ол олардың тотемі, оғыздардың тотемі қой болып есептеледі екен. Келесі видеомызда оғыз мемлекетінің шаруашылығы мен саяси тарихы туралы айтылатын болады. Каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.